Иә. Біз осы жерде Сая ханым, білесіз бе, қазір мынадай үзіліс жасамыз келіп отыр. Үзілістен кейін мен сізге мынадай сауал қоямын. Жаңа ғана біз шайды қант салғандағы араластыру бар ғой, ол да бір философия екен ғой. Сол не үшін қалай араластыруымыз керек, қантты қандай көлемде салуымыз керек, ол да бір философия. Оған Сая ханым өзі жауап беретін болады. Сіздер алыстамаңыздар, жарнамадан кейін қайта қосыламыз студияда. Ал енді мен жаңа жарнамаға дейін көрерменге анонс жасап қалдым ғой. Шайға суды құйғаннан қалай ішеміз деп, қант салу, оны араластырудың өзінің бір үлкен бір мән мағынасы бар астарында. Өйткені менде бір жаңа өзіңіз айтпақшы, бірақ ол кезде енді ол кісі сәл мен сынады деп айтуға болады. Бір кісі біліп бұл. Айтыңызшы, өзіңіз қазір айта отырып мен болған оқиғамды айтып беремін. Бізге осындай бір рет пайдаланатын қорабы тартылады шайдың, және мысалы қанттың пакетигі тартылады. Қанттың пакетигін салған кезде бұлай ұшынан ашып жатпаймыз. Қантты дәл ортасынан ашамын. Мен мұнаны бүйтіп жұқартып, қанттың бәрін астынан түсіріп, үстінен кесіп жүрмін. Жоқ, одан бүйтіп қағып жүресің. Жоқ, олай жасамайды. Ортасынан қақ айырып, бірден түсіреді. Енді қайда қоямыз мына қағазымызды? Егер арнайы мына пайдаланған біздің заваркамызға, пакетигімізға арнайы арналған тарелка тартылатын болса, соның ішіне саламыз. Егер онда жоқ болатын болса, оны талап етіп отырудың қажеті жоқ. Біз өзіміздің ыдысымыздың, мына кружкамыздың оң жағына тарелкасына саламыз. Заваркамызды да дәл сондай. Заварканы пайдаланғанда қалай пайдаланамыз? Шайымызды саламыз. Салған соң оны әдет бойынша бұлай айналдырып сығып жатуға болмайды. Әдет бойынша солай жасайды. Соңғы тамшыларына дейін сығып. Сығып. Олай жасамаймыз. Ақшаға сатып алдым ғой деп барлығы мүмкіндігінше пайдаланып қалай. Жоқ, ол жалпы гигиена ғой. Гигиена жағынан тамшылап жүрмесін деп. Қасықпенен кішкене сыққандай, мына өзінің стенкасына қарай, кішкене қысып ұстаймыз да, тамшыламасын деп. Қасығымызбен алып, мұнан сораптатып ұстамаймыз. Қасығымызбен алып, оны да тарелкамыздың оң жағына салып қойымыз. Қасығымызды да тарелкамыздың оң жағына саламыз. Сол жағына емес. Араластыруды қант салғаннан кейінгі араластыру. Араластыруды араластырғанда ең басты ереже мынадай дыбыстар шығармаймыз. Осындай рабайсыз дыбыстар шықпау керек. Шай ішкенде деген дыбыстар шықпау керек. Араластырғанда балай араластырмаймыз, тек қана алдыға және артқа араластырамыз. 12-6 12-6 етіп араластырамыз.